Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңадан туылған сиырдың уызын қалай алу керек екенін бөлісетін боламын. Сиырымызды сауып, уызын холодильникке кішкене қойып алдым. Сап-сары болып, әдемі болып тұр. Осы уызымыздың ішіне 4 қасық шекер қосып жіберетін боламын. Жақсы желініп кету үшін, балдар жақсы жеп қою үшін мен шекер қосатын боламын. Сіздер қоспай-ақ қойсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Шекерін жақсылап араластырып жіберемін. Кішкене шекері ерігенге дейін. Өте дәмді болып шығады, достар, жасап көрсеңіздер болады. Газге қазанымызды қойып, ішіне су құятын боламыз. Осы судың ішіне уызымызды салып қоятын боламыз. Уыздың сыртынан қайнатып, 1 сағат қайнаса, 45 минут қайнаған кезде уже уызымыз қатып, өзі әдемі болып, дайын болып шығатын болады. Бетін жауып қойып қоямыз. Қазанымыз қайнап жатыр. 45 минут қайнағаннан кейін алып қарайтын боламыз. Қазанымыз қайнады. 45 минуттан кейін алып холодильникке қойып суытып алдым. Енді кесіп дайындайтын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Өте дәмді болып шықты. Менің каналымда әртүрлі пайдалы рецепттер бар, соларды көрсеңіздер болады. Қазір видеомның соңына суреттерін қойып қоятын боламын. Ұнаған видео болса, YouTube каналыма тіркеліп, сол жаққа өтіп, видеоларымды көріп шықсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Достар, ас болсын сіздерге. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған сандуғаш. Менің видеоларымды YouTube каналыма өтіп көріңіздер.